Жаман түс көргесін ғой. Бірдеңе істеу керек. Жігіттер, жанып тұрған үміттер. Жігіттер, ошым питаққа жиналайық бүгін. Менде бизнес план бар. Все, братан, сол жерде. Барлығымыз жиналып тұрық қой. Пайдасыз есірткі санаулы құтырар, тұлғалар кешегі уақыт өте ұмытылар, дуалар дүмшелер қолының соғы бар, білім сенім болмаса сені де құлқылар, топасқа айтылған сөз ертең-ақ ұмытылар, уақыт есейген сайын достық сезім ұмытылар. Ошым, менде бар бизнес план бар. Жігіттер, бірдеңе жасауымыз керек. Мына жүрісіміз жарамайды бізге. Мынау Мына жүріс қалай, братан? Былай. Осылай қалай. Мына жүріс қалай, братан? Жігіттер не ойнап тұрсыңдар, сендерге нормально айтып жатырмын ғой. Давайте бірдеңе, бір тірлік бастайық, бизнес бастайық. Үйдегілерден ұят болып кетті ғой. Күнде бір бәле айтыр қаңғырамызда жүреміз. Давайте онда бір бизнес бастайық. Бизнес дейсің ба? Егер мен PlayStation ашсам, кәдімгідей андай кожаный дивандармен 8-9 приставкасы, джойстиктар андай қатпайтын, сосын суларын қойып, жаңа адамдарға келіп кеткен. Сосын кальян болса, вообще потолок қоя. Бірақ мен сендерді ойнатпаймын ғой. Сен бизнес планына шығын, мұнауың болмайды сен. Бұл тілмаштың идеясы онша емес. Менің идеям тыңдаңдаршы. Қаланың дәл ортасынан донер ашам да. Ана донерлерді арзан, бірақ үлкен қойып қоямын ғой. Ананың дәмі енді аузыңнан кетпейді ғой, ананың дәмі дейтін. Официант қыздарға соск 3-4 қызды қойып қоям, Сашаны бармен қылам, ана ешкім шыққан адам кете алмай қалатын болады ғой. Ана қыздар донерді әкелген кезде тіліңнен дәмі кетпейді ғой ананың. Күштекене. Онда сол бір сенің сол донеркаңа барамыз да, біз де бүйтіп тұрамыз да. Біз Роман досымыз бізге тегін бер деп айтамыз ғой. Қумаңдар сендерге екесе болады қайта. Онда сен шық онда бизнес планыңнан. Болмайды сен бизнес планыңнан. Жігіттер, сендердің бұл бизнес пландарың болмайды. Неге? Вот бизнес план мынандай болады. Мен мысалы айттым сендерге, шашлык самса ашам деп, соны ашам. И летний қып қоям сыртына. Адамдар келеді, отырады. Мысалы күніне 100 шашлык, 100 самса. Шашлык 1000 теңгеден, самса 200 теңгеден. Вот примерно күніне 100 мың, 150 мың оборот. Какой еще? И қазір бәрі пикник кешігі батыр. Қыс болды. Самса жеп тұрман, Саша. Чотан бізді сен онда бізге барамыз, сосын әрқайсымыз 3 шашлыктан атайсың ғой да. Жігіттер, бизнесті таныс біліс болмайды. Онда сен бизнесінен шығы. Мына сендерді бәрін жылауға келсіңдер ғой. Бизнес план деген ол былай болады. Осылай айтшы. Мен өз кішкентай кезімнен армандайтын. Ол бизнес былай болады. Мен Айказ деген макарон цех ашам. Сөйтем да ол макарон неден жасалады? Макарон оннан жасалмай ма? Сол үшін мен бірінші бидай егем. Сосын кейін барып, ол бидайды өзіміз орып аламыз да ұн қыламыз. Айказ деген ұн ашам. Одан кейін жерге помидор егем да, ол помидордан мен томат жасаймын. Одан кейін макарон жасадым, томат жасадым ғой. Одан кейін барып мен май шығарадым. Айказ деген май шығарамын. Семішкеден бар емес па? О семішке керек қой. Семішкенің өзін жерге егеміз да біз. Сосын кейін барып, ол семішкенің өзінен кәдімгідей жерден аламыз. И ақшамыз байып, жағдайымыз нормально болып келатқан кезде мен Атырауға барамын да мұнайдың несін жасаймын бүйтіп. Сосын кейін миллионер болып, бай боламын. Ой шымше, осы бизнесті мен жасайын деп тұрмын. Миллион, миллиард барлығын бітіп, жіппен жүреміз ой шымше. Брат, таксиға 150 теңге бар ма? 150 теңге жоқ брат. Тағы түрмеге дейін жаяу барам ба? Түрмесіне сей? Северныйға дейін, северныйға.
Хотя бы 50 теңге берші, брат. 50 теңге. Штучный темекі алып шегейінші. Брат, 50 теңге де жоқ бізде. Бизнесмендер, миллионерлер. Алтын бесік бірақ мен байым Езуде күлкі бірақ ішімде уайым Өзімді қоярға жер таппаймын Мен батпаймын Жүрек соғысы сақындай Тоқтамайды асығым деп түйдім О, мынаның жауабы келіпті ғой. Жігіттерге айтайын қазір.